Ассалаумағалейкум жүзімсүйер қауым. Бүгінгі тақырып жас жүзімдерге нормировка деп аталады. Бүгін жас жүзімдерге көктемге нормировка жасадым. Алдымен түпті жақсылап күні кеше суғарып алдым. Кейін топырағын бүгін қопсытып шықтым. Бұл жақсы аэрация. Топырақтың беті қатпайды, ылғал сақтайды және ауа өтуі күшті болады. Әр түпте ең мықты екі побег қалдырдым. Қалған әлсіз өркендерді алып тастадым. Қазір жас жүзімге ең маңыздысы тамырды күшейту мен дұрыс форма беру. Сондықтан биыл өнімнен бұрын жүзімнің өз күшін жинауына көңіл бөліп жатырмын. Ең мықты побег келесі жылғы негізгі лозалардың негізі болады. Осындай күтім жас жүзімнің тез жетіліп, болашақта мол өнім беруіне көмектеседі. Тағы бір маңызды нәрсе, ағайын, жас жүзімге азот көп бермеңіздер. Әйтпесе лоза толық жетілмей қалады. Қазіргі кезеңде тамыр мен болашақ өнім үшін фосфорлық қоректендіру маңызды. Сондықтан мөлшермен суперфосфат беріңіздер. Өнімдеріңіз мол болсын ағайын, жүзімдеріңіз жайқалып, берекесі арта берсін. Осындай пайдалы видеолар ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі жақсы видеода жолыққанша аман болыңыздар.